Сәлем, сіз Жансая Драма каналындасыз. Мен сізге кореялық «Все там» атты фильмін қысқаша баяндайтын боламын. Өзін жәбірлеген адамдардан қашып келе жатқан қыз орманда құлап қалып, есін жиса ауруханадан шығады. Дәліздегі детективтің қыздың анасы қайтыс болған, ал әкесі болса шетелде тұрады. Қыздың дәл қазір қамқоршысы жоқ деген сөзін естіп жатады. Осы істі жүргізуші детектив істің мән-жайын білмек болып жауап алмақ болып жатқан кезде дәлізден қыздың класс жетекшісі келіп, сіз есін жаңа ғана жиған қыздан қалай ғана жауап аласыз деп өзінше қызға қамқор болмақ түр көрсетеді. Детектив мұғалімге Соянды осындай жағдайға жеткізген балалардың ата-анасын неге ертіп алып келдіңіз деген кезде балалардың ата-анасы бұны мойындағысы келмей өз балдарын жақтап шықты. Және де бұл істі олар ақша беріп шешіп алатындығын айтты. Мұғалім мектеп директорына келіп Соянның психикалық шок алғанын және де сөйлемейтінін айтқан кезде директор бұл істі тыныш қана шешіңіз деп бұйырды. Осы кезде детективке жоғары жақтан бұл істі тоқтатыңыз деген бұйрық келді. Соян ауруханада жатып, өзінің қорқынышты сәтін түсінде көріп, ұйқысынан шошып оянады. Байғұс құс мына қорлыққа шыдамай, өмірге деген құлшынысы болмай, өз-өзіне қол жұмсап өлмек болған кезде, есіктен бейтаныс әйел келіп, Соянды өлімнен арашалайды. Ол өзін Канильон кеңесші мұғалімін деп таныстырады. Және де Сояннан өлмеуін сұрайды. Мен әлі келемін, саған көмектесемін, оған дейін сен тірі бол деп айтып кетеді. Соян ауруханадан шығатын күні киімін жинап жатқан кезде өзіне зорлық-зомбылық көрсеткен мектептегі бұзақы қыз келіп, оны мазақ қылып, сен әлі тірісің бе? Мынадай қорлықтан кейін мен мектепке бармас едім деп мектептен кетуін бұйырады. Басқа мектепке ауысып кететін бол деп мазақ қылып күліп кетеді. Осының барлығын естіген Канильон мұғалім Соянды ауруханадан шығарып үйіне алып барады. Сол кезде Соян, мұғалім, менен сізге не керек деп сұраған кезде, менің саған көмегім әлі тиетін болады деп жауап береді мұғалім. Соян мен мұғалімі көшеде келе жатқан кезде Соянның егізі Чоньонды көріп қалады. Сол кезде Соян Чоньонды дауыстап шақырса да, ол танымаған кейіп танытып кетіп қалады. Соян мұғаліміне бала кезінде ата-анасы ажырасып, анасы екі қызды бірдей асырай алмағандықтан 4 жасында Соянды әкесіне тастап, анасы Чоньонды алып кетіп қалған, және де анасының өлімін естігеннен кейін Чоньонды қанша іздесе де таба алмағанын айтады. Канильон мұғалім Чоньонды дүкеннен косметика ұрлап жатқанын көріп, артынан еріп барып Соянның жағдайын айтады. Соянның қиын жағдайға түскенін, сенің оған көмегің керек деп айтады. Бірақ та Чоньон болса, менің Соянда шаруам жоқ, оның өмірі бөлек, менің өмірім бөлек деп кетіп бара жатқан кезде Канильон мұғалім ұстап алып, сенің қалтаңдағы затты ұрлап алғаныңды білем. Полицияға хабарласқанымды қалайсың ба, әлде саған ақша керек па деп Чоньонды көндіріп Соянның үйіне ертіп алып келеді. Чоньон Соянның бай тұратын көріп таңғалады. Осы кезде Канильон мұғалім, сен екеуің бірге тұратын боласыңдар. Чоньон, сен Соянның орнына мектепке баратын боласың деп жаңа мектеп формасын көрсетеді. Осы кезде Чоньон ашуланып, бұған келіспегендігін айтады. Мұғалім Чоньонды көндіргісі келсе де, Чоньон оған құлақ аспай кетіп қалады. Артынан Чоньонның телефонына Канильон мұғалім Соянды ұрып жатқан видеоны жібереді. Бұны көрген Чоньон ашуланып келісетін болады. Келесі күні Чоньон Соянның орнына мектепке келеді. Осы кезде бұзақ қыздар келіп, оны мазақ қылып, тіл тигізіп кете бастаған кезде, оның күлкісін естіген Чоньон видеодағы күлкіге ұқсайтынын біліп, ана қызды жерге бір-ақ ұрып лақтырып сазайын береді. Және де өзінің ұрып жатқанын видеоға түсіріп алады. Осы кезде сынып жетекшісі келіп, екеуін бөлек бөлмеге алып кетіп, Соянға сен не себепті ұрдың деп жауап жатқанда, Соян бұзақ қыздың бетіне қарап күліп, бірінші рет таяқ жеп тұрсың ба? Өзің тұрған қалай екен дейді. Және де мұғаліміне еді. Сіз не, Соян үндемесе жауап бере алмайды деп ойлайсыз ба? Соянның қолынан керек десе сіздің өміріңіздің күл талқанын шығарып кек алу келеді деп мұғалімін қорқытып кетеді. Чоньон үйіне келіп Соянға телефон береді. Мә саған сыйлық деп. Соян телефонның ішіндегі видеоны көрген кезде қорқып қалады. Ал әлгі бұзақы қыздар біразға дейін Чоньонға жақындамай, одан қорқып қалады. Жолда кетіп бара жатқан Чоньонды көрген детектив тоқтап, одан жағдайын сұрап, көмек керек болса, менен сұрауға болады деп өзінің визиткасын береді. Чоньон кешке келерде торт алып келіп, Соян екеуі туған күндерін атап өтеді. Сол кезде Соян анамды сағындым деп айтып отырса, ал Чоньон керісінше, мен сенің мынадай бай өміріңе қызығамын дейді. Соян Канильон мұғаліміне, мен олардың өзімнен кешірім сұрағанын қалаймын. Мен тек өзімнің күшіме ғана сенетін боламын деп келесі күні мектепке өзі барады. Мектепке барғанда мектеп директорының бұзақы қыздың анасымен сөйлесіп отырған, одан кешірім сұрап, қалайда Соянды басқа мектепке ауыстырамыз деп отқан естіп қалған Соян жылап әжетханаға жүгіріп кетіп қалады. Әжетханада әлгі бұзақы қыз бұны көріп, қайтадан оны қинап ұрып жібереді.
Бұны білгеннен кейін Чуньон ашуланып, қазір саған көрсетемін дегендей әлгі бұзақ қызға барып, өзін таяқ жеген видеосын көрсетіп, шақырған жерге келмесең, бұны мен таратып жіберемін деп қорқытады. Әлгі қыз тауға келгеннен кейін Чуньон байқатпай желкесінен бір-ақ ұрады. Қыз есін жиса, аяқ-қолы, аузы барлығы байлаулы екен. Қасында Чуньон бір бөтелке сұйықтықты алып, мынаның бір тамшысы сенің аузыңа кірсе, сенің өмірің күл-талқаны шығады деп қорқытады. Бірақ та бақытына орай ол жай ғана су болып шығады. Ал екінші бөтелкені әкеліп, онымен тағы да бопсалайды. Бұның ішінде улы қышқыл күйдіргіш зат бар екен. Қызды қинап қорқытып жатқанда қасына Сойон келіп, жоқ, менің қалағаным бұл емес еді, өтінемін жіберші деп жатқан кезде артынан Канелон мұғалім келіп те бұған таңырқап Чойонға, сен енді тек менің ғана айтқанымды істейтін боласың деп полицияға хабарласады. Полиция қызметкерлері Чуньоннан жауап алмақ болып жатқан кезде Канелон мұғалім келіп, тоқтатыңдар бұны, біз сендерге ешқандай да жауап бермейміз, сендердің бізге қарсы ешқандай айғақтарың жоқ деп Чуньонды босатып алып кетеді. Маған Сойон деп айта бермеңіз, сіздің Сойоныңыз үйінде дірілдеп қорқып отыр деген сөзді естіген детектив Сойонның үйіне барғанмен ештеңе таба алмайды. Осы кезде оның көмекшісі хабарласып, әлгі қыздың сандырақтап, олар жалғыз емес деген сөзін айтады. Осы кезде детектив барлығын түсінеді. Сойонның ешқандай да Чуньон деген егізі да жоқ, оның мұғалімі да жоқ екен. Оның барлығы Сойонның өзінің ойдан құрастырып алған екен. Сойон психикалық ауыратын болып шығады. Ал мына жерде Сойон өзінің қиялындағы мұғалімімен қоштасып шетелге кетпекші. Ол кетерінде мен де сіз сияқты адамдарға көмектесетін мұғалім боламын деп айтып бара жатады. Қыз жақсы көңіл күйде шетелге кетіп бара жатқанын көргенімізбен фильмнің соңында барлық құпия ашылады. Фильмнің басында қыз таяқ жегеннен кейін орманда сол жерде негізі өліп қалған екен. Бұның барлығы қыздың өлер алдындағы қиялы болып шығады. Достар, сіздерге фильм ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.